Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Әр адамның ішкі жан дүниесінде армандаған өз мақсаты болады. Дәл солай менің де балалық шағымнан бері келе жатқан арманым бар. Ол Сүлеймен Демирел университетінде білім алу. Университет Қазақстандағы ең белгілі оқу орны болып табылады. Университетті 1996 жылы 17 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Түркия президенті Сүлеймен Демирел ашты. Көптеген аудиториялар, зерттеу орталықтары, интернет-кафелері бар. Университет қаланың сыртында орналасқан және әсем табиғат көріністері де бар. Өйткені студенттердің барлық ойы тек сабақта болу үшін. СДУ университетінде оқу, ұстаздардан білім алу мен үшін арман болатын. Бүгінгі таңда мақсат. Сол мақсатқа жету үшін білім нәрін бойыма сіңіріп келемін. Мен Балбұлақ балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы 2-ші халықаралық Golden Talents ақындық өнер байқауынан бас жүлде. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай ұйымдастырылған Ахмет бізбен онлайн викториялық сайысынан 3-ші орын. 2-ші халықаралық Golden Talents көркемсөз байқауынан 1-ші орын. Оқушылардың шығармашылығын қолдау мақсатында ұйымдастырылған 2-ші республикалық Абай жаққан бір сәуле атты өнер байқауында үздік нәтиже көрсеткенім үшін арнайы диплом. Күй анасы Дина 2-ші республикалық өнер байқауында ақындық өнер бас жүлде номинациясы бойынша өз өнерімен дараланған ерекше талант иесі деген дипломдар алдым және тағы басқа жарыстарға қатыстым. СДУ университетінде заңгер мамандығын армандауының себебі болашақта үлкен маман иесі болатыныма сенімдімін. СДУ-дың көптеген студенттері тәжірибе жинап, үлкен маман иелері болуда. Мен де солардың бірі үздігі боламын. Заңгер болу заман талабы. Мен қазіргі таңда заңгер мамандығын таңдап жатырмын. Қазақстан Республикасының статистикасы бойынша сыбайлас жемқорлық, зорлық-зомбылық жылдан жылға көбею үстінде. Мен осындай жайттардың алдын алу мақсатында заңгер болғым келеді. Әділетті заң тірегім деп Жүсіп баласағын атамыз айтпақшы. Әділетті заңгер болып, әділ шешім шығарып, Қазақстан Республикамызда заң орнатып, тұғырымызды биік ұстау менің ең басты мақсатым.